Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясының физика пәнінің мұғалімі Мұталиева Фарида Бегалықызы. Бүгінгі өтетін менің сабағымның тақырыбы жай механизмдер, шығыр немесе блок. Оқу мақсаты жай механизмдер, блок тақырыбын еске түсіре отырып, ұлттық бірыңғай тесттегі есептің шығару жолдарын көрсету. Жай механизмдер дегеніміз күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдарды айтамыз. Жай механизмдердің мынандай түрлері бар: көлбеу жазықтық, иіндік және блок. Көлбеу жазықтықтың екі түрі кездеседі: сына және бұранда. Ал блоктың екі түрі бар: жылжитын блок және жылжымайтын блок. Блок немесе шығыр дегеніміз айналу өсіне қатысты айналатын науасы бар доңғалақ. Ол иін-тіректің бір түріне жатады. Блоктың екі түрі бар, жаңа айттық: жылжитын блок және жылжымайтын блок. Жылжымайтын блок күштен ұтпайды, тек күштің бағытын өзгертеді. Олар теңиінді блок. Есте сақтаймыз: күштен ұтыс жоқ, күштің бағыты өзгереді, жұмыстан ұтыс жоқ, блок жоғары немесе төмен қозғалмайды, тек өз-өзінен айналады. Жылжымалы блок деп жүкпен бірге блоктың айналу өсі де көтеріліп немесе төмен түсіріп отыратын блокты айтамыз. Алдарында балалар жылжымалы блоктың сызбасы көрсетілген. Бұл жерде блоктың иіндері тең емес, R1 және R2 көрсетілген. R2 R1-ден 2 есе артық. Олай болатын болса, осы блокта күштен біз 2 есе ұтыс береді екен балалар. Енді балалар, осы тақырыпқа қатысты, жылжымайтын блокқа қатысты есептер шығарайық. Мысалға, массалары 2 килограмм және 6 килограмм болатын екі шар қозғалмайтын блоктан асыра тасталған жіптің шеттеріне байланған. Шарлар қозғалысы кезіндегі жіптің керілу күшін және 1 секунд ішінде әр шардың жүрген жолын анықтаңдар. Бастапқы мезетте шарлар қозғалыссыз күйде болған. Есептің белгіледім. Массасы М1 2 килограмм, М2 6 килограмм және шарлар қозғалған кезде жіптің керілу күшін тап дейді. Және 1 секунд ішінде әр шардың жүрген жолын табыңдар дейді. Есепті шығармас бұрын алдымен блокты, шығырдың сызбасын сызып аламын. Жылжымайтын блоктың сызбасы көрсетілген. М1-ді белгілеп алдым. Міне, М1 массасы 2 килограмм, ал 6 килограмм М2-нікі ауырлау, сондықтан тепе-теңдікте бола алмайды. М2 6 килограмм М1-ден артық болғандықтан дене осы жаққа қарай үдемелі қозғалыс жасайды. Және де айтып кететін нәрсе, массалары әртүрлі болғандықтан осы белгілеулеріне қарай шығырдың оң жағын М2 деп белгілеп аламын да, М2-ні рим цифрымен 2 және сол жағындағы М1-ді М1 деп белгілеп аламыз балалар, шатаспас үшін. Енді бұл есепті Ньютонның екінші заңы бойынша шығарамыз. Ньютонның екінші заңында денеге күш әрекет еткенде дене үдей қозғалатын. Міне. Бұндағы біз сабақта күш деп отырғанымыз қортқы күш деп келгенбіз. Енді осы қортқы күшті сызбада көрсетейік. Сызбаға қараймыз. Денеге М2-ге әрекет ететін күштерді табамыз. Төмен қарай ауырлық күш әсер етеді, ал жоғары қарай керілу күш әсер етеді. Бұл әрекет ететін күштердің модулі жағынан тең да, бағыты жағынан қарама-қарсы болғандықтан азайтамыз. Міне, ауырлық күші F ауырлық 2 минус F керілу 2 тең М2А. Өйткені үдемелі қозғалыс жасап жатыр дене. Енді ауырлық күшінің неге тең екенін білеміз. М-ға тең. Орнына қоямыз. М2Ж минус М2А тең F керілу. Сонда біздің керілу күшіміз, балалар, керілу 2 М2Ж минус М2А-ға тең болады. Біз шығырдың оң жағындағы, яғни М2-нің жағындағы керілу күшін таптық. Сызбаға қарайық балалар. Міне М1 рим цифрымен көрсетіліп қойған 1 деп, міне сол жаққа қарайық.
Бұл бірінші блок төбеге қарай қозғалып жатыр. Сонда F керілу 1-ге қарама қарсы F ауырлық күші әрекет етеді. Енді теңдеуін жазамыз. F керілу 1 минус F ауырлық 1 тең M1A. Енді осы жерден керілу күшін табатын болсақ, ауырлық күші оң жаққа шығар теңдіктің. Сонда M1A қосылған F ауырлық 1. Енді ауырлық күшінің орнына теңдеудің формуласын қойған кезде керілу күшіміз мынаған тең болды. M1A қосылған M2 жыға. Біз осы есепте керілу 1 және керілу 2-ні таптық. Керілу 2-нің формуласы M2Ж минус M2A-ға тең болды. Тең керілу 1-іміз M1A қосылған M1Ж-ға тең болды. Менің бұл жердегі мақсатым үдеуді табу. Сондықтан ауырлық күшінің мәнін бір жаққа теңдеуін формуласын үдемелі қозғалған дененің екінші жаққа жазып алдым да үдеуді таптым. Үдеудің формуласы Ж M2 минус M1, M1 қосылған M2-ге тең болды. Біз үдеудің формуласын қорытып шығардық. Енді осы қорытып шығарған формулаға мәндерін қоятын болсақ, біздің үдеуіміз 5 метр бөлінген секунд квадратқа тең болады. Енді есептің шартында бізге балалар керілу күшін тап деді. Керілу 1-ді таптық біз және керілу 2-ні де таптық. Қалаған осы керілу күштеріне қоя берсек болады. Мен F керілу 2-ні алдым. Оның формуласы M2 Ж минус А-ға тең болатын. Мәнін қойған кезде керілу күшіміз 30 ньютонға тең болды. Және шардың 1 секунд ішіндегі жүрген жолын тап деді. Жолын табу үшін мен S тең АТ квадрат бөлінген 2 формуласына қойдым. Сонда шардың 1 секундтағы жүрген жолы 2,5 метрге тең екен балалар. Дескриптор жылжитын және жылжымайтын блоктардың қызметінің ерекшеліктерін біледі. Есептің берілген түсініп шартын құра алады. Формуланы түрлендіріп, есептеулер жүргізе алады. Бүгінгі сабақты тыңдап, назар аударғандарыңызға рахмет.